Бай әке, кедей әке. Авторы Роберт Кийосаки. Роберт Кийосаки – инвестор, кәсіпкер және қаржылық білім беру саласындағы танымал тұлға. Ол бұл кітапта өз өміріндегі екі түрлі ойлау жүйесін салыстырады. Кедей әке туған әкесі, білімді, бірақ қаржыдан бейхабар. Бай әке досының әкесі, мектеп бітірмеген, бірақ қаржыға өте сауатты. Кітаптың негізгі идеясы: мектеп кәсіби білім береді, бірақ қаржылық білім бермейді. Бай болу үшін ақша табуды емес, ақшаны басқаруды үйрену керек. 1. Байлар ақша үшін жұмыс істемейді, ақша олар үшін жұмыс істейді. Көп адам өмір бойы табыс үшін жұмыс істейді. Бірақ бай адам ақшасын жұмыс істетеді. Кедей адам тұрақты жұмыс табу керек. Бай адам актив жинау керек. Актив деген сен жұмыс істемей-ақ табыс әкелетін нәрсе. Мысалы, жалға берілетін мүлік, акция, бизнес. 2. Қаржылық сауат байлықтың іргетасы. Ақша табу маңызды емес. Оны сақтау, көбейту, бағыттау нағыз өнер. Көп табатын адам да кедей бола алады, егер жұмсауды білмесе. Қаржылық есеп-қисапты түсіну байлыққа апаратын басты дағды. 3. Актив пен пассивті ажырата біл. Байлар актив алады. Кедейлер мен орта тап пассив алады, бірақ оны актив деп ойлайды. Мысал, үй сатып алдың, бірақ онда өзің тұрсаң пассив. Егер оны жалға беріп, табыс тапсаң актив. Нағыз бай активтерге көңіл бөледі. Ақша ағымын түсіну байлықтың кілті. Бұл алғашқы 3 қағида қаржылық ойлау жүйесін өзгертеді. 4. Кәсіпкерлік және инвестиция байлыққа апарар жол. Тек жақсы жұмыс емес, жақсы мүмкіндік ізде. Бай адамдар жұмысқа емес, жүйеге ие. Олар өз бизнесін салады, немесе өзгелердің бизнесіне инвестиция қояды. Бастыққа жұмыс істеме, өз арманыңа жұмыс істе. Ақшаңды көбейтудің жолдарын ізде. 5. Қорқыныш пен эмоцияны басқар. Көп адам байлыққа емес, қауіпсіздікке ұмтылады. Кедей әке тұрақтылық керек. Бай әке қатер бар жерде мүмкіндік бар. Ақша жайлы қорқыныш, ашкөздік, жалқаулық сені ұстап тұрады. Оларды таныда, бақыла. 6. Жалпы білім емес, қаржылық интеллект қажет. Мектептегі үздік оқушылар көбіне бай болмайды. Байлар өмірде тиімді шешім қабылдауды үйренгендер. Кітап оқы. Жаңа дағдылар үйрен. Сату, келісу, салықты түсіну, инвестиция. Білім басты актив. Оған салынған инвестиция ең табысты. Қорытынды. Бай болу көп табыс табу емес, дұрыс ойлау. Сенің қаржылық болашағың үкіметке, жұмыс берушіге, немесе дипломыңа емес, өзіңе байланысты. Жұмыс істеп ақша тап, сол ақшаны ақылды жұмысқа сал. Актив құра, пассивтен аулақ бол.